сәлеметсіздер ме ұстаздар және оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Оралхан Бөкейдің Тортай мінер Ақбозат тақырыбында. Бөліміміз мен балаң жарық күнде сәуле қуған. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтайды. Құндылықтар: қолдау және көмек, басқаларға көмектесуге дайын болу, қиын жағдайға тап болған адамдарға жанашырлық таныту. Келесі сабақтың барысына көшейік. Психологиялық ахуал туғызу арқылы шахматтар тақтасы әдісін қолданамыз. Бұл әдістің мақсаты оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру. Бұл кезеңдегі оқушылардың әрекеті бір-біріне кезек-кезек жақсы қасиеттер жазып оқиды. Келесі бізде үй тапсырмасын сұрау. Жаңа сабақтың тақырыбын ашу арқылы үй тапсырмасын сұраймыз. Үй тапсырмасын бос орынды толықтыр әдісімен сұраймыз. Оқушылар сұрақтарға жауап беру арқылы сабақ тақырыбына болжам жасайды. Бірінші сұрағымыз бізде: біз өткен сабақта қандай тақырыпты қозғадық? Яғни өткен сабағымызға шолу жасап өтеміз. Өткен тақырыптарымыз туралы айтып өтеміз. Екінші сұрағымыз: Оралхан Бөкей қандай тұлға? Оралхан Бөкей көркем сөз өнерінің хас шебері. Және оның туындыларында форма жағынан ерекшеліктер басым. 1976 жылы Оралхан Бөкей «Құлыным менің» пьесасы үшін Қазақстан Республикасы Жастар сыйлығының лауреаты және 1986 жылы Біздің жақта қыс ұзақ повестері мен әңгімелері үшін Абай атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты наградаларына ие болды. Шығармалары өте көп: Үркер, Қайдасың қасқа құлыным, Мұзтау, Қар қызы, Кербұғы, Атау кере, Үркер ауып барады және тағы да басқа көптеген шығармалар бар. Және соңғы сұрақ: Тортайға мінездеме беріңдер. Тортай тағдырдың ауыртпалығын жастай сезініп, өз қатарластарынан ерте есейген бала. Ата-анасынан жастай айырылып, өмірдің тәрбиесін көріп жүрген Тортай қатарының алды және үлкені. Келесі фильм көру әдісі. Оқушыларға жылқы малы туралы не білеміз бейнеролигін көрсетеміз. Жылқы адамзат өркениетіндегі, әсіресе дала өркениетіндегі дамудың жарқын да елеулі көрсеткіштерінің бірі болады. Жылқыны қолға үйрете бастау көшпелі шаруашылық пен өркениет дамуының негізін қалады. Қолға үйретілген жылқының шаруашылықта маңызы зор. Олар ет және қымыз өндіру, салт міну, арбаға не шанаға жегу, әскери және спорттық бағыттарда өсірілді. Қазба қалдықтары жылқының біздің заманымыздан бұрынғы 7000 жыл бұрын Азия мен Еуропада қолға үйретілгендігін дәлелдейді. Ежелгі дәуірлерде ақ қазіргі Қазақстан аумағы жылқының қолға үйретілген мекені болғандығын археологиялық қазбалар дәлелдейді. Солтүстік Қазақстандағы Ботай мәдениеті арқайым ескерткіштері орта қола дәуірінде Қазақстанның барлық аймақтарынан кездесетін арий, сақ, ғұн кезеңдерінің ескерткіштері ежелгі Қазақстанда жылқының қолға үйретіліп қана қоймай, бұл малдың ерекше қастерленіп, әдет-ғұрыптық рәсімдердің ажырамас бір бөлігіне айналғанын көрсетеді. Жылқы малын сипаттайтын болсақ, жылқының басы созылған арықтау келеді. Көздері үлкен өткір, танаулары кең, сүйір құлақтары ширақ қимылды, үлкен не орташа көлемді болады. Жалы ұзын салбыраған, мойны ұзын бұлшық етті, денесі жұмырланған болады. Құйрығы түбірінен басталатын ұзын қылдардан тұрады. Түсі әр алуан келеді. Аяқтары биік сымбатты, жуандығы орташа болады. Бірінші және бесінші саусағы мүлдем болмайды. Екінші және төртінші саусақтары рудиментті түрде ғана қалыптасқан, тұяғы кең, қатты дамыған. Ортаңғы саусақтың басын ғана қаптайды. Сондықтан дененің бүкіл салмағы соған келеді. Асқазаны қарапайым болады. Өт қабы жоқ, бүйені қатты дамыған, миы біршама кішкентай және қатпарлы, үлкен ми сыңарлары
миышықты қаптамайды, алайда ақыл қабілеті едәуір жоғары болады. Сезу қабілеттерінен естуі ең жақсы дамыған, содан кейін көруі, содан соң иіс сезуі. Қазақ халқының дүниетанымында, ділі мен тілінде жылқыға қатысты өзгеше философиялық және мәдени жүйе қалыптасқан. Қазақтар адам мен оның жан серігі атына бір тұтас әлем ретінде қарағанын, адамның азамат қатарына қосылуының өзін ат жалын тартып мінді деп бейнелейді. Жас баланың алғаш атқа отырғанын атап өту рәсімі тоқым қағар тойынан бастап адамның бұл өмірден өткенінің белгісі, ат тұлауға дейінгі бүкіл пәнилік тіршілікті жылқымен байланыстырған. Сыйлы қонаққа ат мінгізу, күйеу жігіттің қалыңдық алуына алғаш барғанда ат байлауы, ұрыс кезінде жау қоршауында қалған қолбасшыға ат сүйек беріп құтқару және тағы да басқа көптеген дәстүрлер жылқының қазақ халқының шаруашылығында ғана емес, әлеуметтік өмірінде де үлкен мәнге ие болғанын білдіреді. Қазақ халқы жылқыны ең алдымен ел қорғаны, ердің жан серігі деп дәріптеген. Ұлттық мифологиядағы иесі қысылғанда тіл бітіп, ақыл айтатын тұлпарлар. Мысалы, ер төстік, алтын сақа және тағы да басқа ертегілерде батырлық жырлардағы Қобыландының Тайбурылы, Алпамыстың Байшұбары, Қамбардың Қарақасқа аты, бергі заман батырлары Исатайдың Ақтабаны, Амангелдінің Шалқасқасы иелерімен бірге жыр аңызға айналып, ел құрметіне бөленген. Қазақ халқының әскери жорыққа төзімді жылқы тұқымдарын көптеп өсіретіні туралы деректер Ресей және Еуропа зерттеушілері Гердердің, Вилкинстің, Вогактың және тағы да басқа зерттеушілердің еңбектерінде жазылып қалған. Қазақ даласында өсірілген жылқылар бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс майдандарында көп алынған. Екіншіден, қазақ халқы жылқыны спорттық ойын-сауықтарда аламан бәйге, құнан бәйге, жорға жарыс, көкпар, аударыспақ, ат үстінен тартыс, құс қуу, салма ілу, күміс ілу деген сияқты адамзаттың мерейін асыратын, салсерлік пен сәнділіктің шырайын келтіретін текті жануар деп есептеген. Жылқы сәндік үшін, түйе байлық үшін деген мақалдың мәні осыны меңзейді. Қазақ халқының алыс қашықтыққа шабатын аламан бәйгелер ұйымдастыратыны туралы орыс саяхатшылары тамсана жазады. Және де дәстүрлі қазақ қоғамында байлық мөлшері тек жылқымен ғана өлшенген. Жылқысының саны 5000-нан асатындар ғана бай санатына жатқызылған. Халықтың жылқы малына қатысты ерекше ықыласы кең байтақ жайылымдардың болуы, жылқының қыста тебініп өзі жайыла алатындығы және тағы да басқа факторлар қазақ даласында бұл түліктің көп өсірілуіне себеп болған. Қазақ халқы жылқы малын 3 топқа бөлген. Қазақтар бәйгеге қосатын жүйрік жылқыларды тұлпар, арғымақ, сәйгүлік деп әлпештеп ерекше күтімге алған. Ал ауыр жүк артуға, алыс жолға төзімді жылқыны қазанат деп атап, оны да ерекше бағалаған. Ал еті мен сүті үшін өсіретін қалған жылқылар жабы деп аталған. Ал енді келесі жылқылар туралы қызықты әлем бойынша деректерді атап өтейік. Ең алғашқы жылқылар орташа иттің мөлшерінде болған және 50 миллион жыл бұрын біздің планетаны қамтыған тығыз ормандарда өмір сүрген. Келесі әлемде адамзаттың жылқыны алғаш Қазақстан территориясында мінгенін зерттеді. Және де әлемдегі ең кішкентай жылқының бойы небәрі 44,5 сантиметрді құрайды екен. Ер-тоқым, жүген, қамшы суреттері арқылы оқушыларымызды топқа бөліп аламыз. Бұл жердегі мақсатымыз оқушыларға ұлттық құндылықты насихаттау, яғни жылқы малының қандай маңызы бар екенін түсіндіру. Келесі әдісіміз конверттегі сұрақ әдісі. Мақсаты шығарма мазмұнын еске түсіру. Тапсырма бұл жердегі оқулықтың 78 және 81 бетіндегі Тортай мінер ақ бозат әңгімесі бойынша берілген картадағы ой тізбегін ретімен орналастыру. Оқушылар шығарма мазмұнын ретімен орналастырады.
Бұл жердегі бағалау домбыра арқылы бағалау. Бір балдық жүйемен бағалайды. Келесі әдісіміз таңда да таста әдісі. Оқушылар мәтін бойынша түсінгендерін параққа жазады, содан соң жазған парақтарын мұжып, сынып екі топқа бөлініп, қар лақтырысу ойынын ойнайды. Тоқта белгісі берілгенде оқушылар ойынды аяқтап, алдарындағы қағаздардың бірін алып, ішіндегі жазуды оқиды және сыныптастарына түсіндіреді. Оқушылар алдын ала қағазға жазып толтыра отырып, шығарманың жанрын, сюжетін анықтайды және оқушылар бірін-бірі оқытады. Келесі еркін микрофон әдісі арқылы функционалдық сауаттылыққа арналған тапсырма, яғни кейс. Аян мен Тортайдың тағдырларының ауыр болуына қандай жағдай себеп болды? Екі бала армандарына жете алды ма? Неге олардың ертегісі баяғыда бір жетім бала болыпты деген сөздермен басталады? Кейс сұрағы: қазір осындай тағдырдағы балалар бар ма? Оларға көмек беру үшін не істер едің? Бұл жерде оқушылар шығарма бойынша ойларын өмірмен байланыстырып мысал келтіреді. Сабақтың соңы. Оқушы рефлексиясы. Қол әдісі. Қол рефлексиясын орындауда әр саусаққа сабақ бойынша қорытынды ойларын жазып, саралау жасайды. 5 бармақ маған ұнады. Бұл супер. Сұқ саусақ, бұған мән беру керек. Ортаңғы саусақ, бұл маған өте ұнады. Шылдыршымек, бұл жердегі ахуал. Кішкентай бөбек, маған жетіспеді. Сабақтан қандай білім алғандарын, не жақсы шыққанын, нені жетілдіру керектігін жазады. Оқушылар сабаққа қол рефлексиясына сүйене отырып, кері байланыс жасайды.